Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Сән салтанаты жарасқан атаулы күн Жамбыл жерінде де кең көлемде аталып өтті. Биылғысы ерегенді. Оған Достық алаңында өткен жас өсімдер музыкалық оркестр шеруінің ұйымдастыруы болды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жаздың алғашқы күні бал бөбектердің қуанышы. Бұл күні әуелі бүлдіршіндерге сан түрлі музыкалық аспаптар ойнатылды. Жарқын мерекеде Тараз шаһарымен қоса Байзақ, Жамбыл, Жуалы, Рысқұлов мерке аудандарынан келген оқушылар ашық аспан астында концерттік бағдарламаларын думандатты. Аудан орталықтарында жалпы әрқайсына 24 мыңнан астам оқушы қатысып отыр. Бұл балалардың осы рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы аясында жалпы халықтың дәстүрлеріне музыкалық инструменттерде өздерінің ойнау шеберлігін, соған құрмет көрсету мақсатында өткізіліп отыр. Жылда өздеріңіз көріп отырғандай біздің балаларымыздың барабаншылары, домбырашылар, гитаристер, бишілер әртүрлі жанрды қамтаған. Биыл екінші рет өткізіліп отыр. Жылдан жылға балалардың бұл шеруге деген қызығушылығы артып келе жатыр. Өздерінің өнерлерін көрсетуге. Шеруге қатысушылар Моцарттың, Брамстың, Руновтың классикалық формадағы шығармаларын орындады. Сондай-ақ заманауи өңден өткен вальстер, марштар және полкалар да көпшілікке көрсетілді. Шеру өткізуге бас аяғы 3 мыңнан аса білімгер бас қосты. Көптеген жоғары деңгейдегі дайындықтардың арқасында бүгін міне осы мерейтойды атап өткелі жатырмыз. Көптеген адамдар, көптеген оқушылар, әр жақтың мектептің оқушылары келіп, бүгін бір ауыздан бірлікте осындай мерекемізді атап өткелі жатырмыз. Бірнеше күн бойы дайындалдық. Ол дайындықтар өте жақсы өтті. Қиын болғанмен, бірақ өзінің отаның үшін, өзің Астананың 20 жылдығы үшін, және де осы балалардың қорғаныс күні үшін істелген еңбек өзін ақтайды деп ойлаймын. Айта кетейік, қатысушылардың бірыңғай формасын және сапқа тұру тәртібін әр білім беру мекемесі дербес анықтаған. Аталған мерекенің тәрбиелік маңызы мен балаларға деген құрметі іс-шараның жоғарғы деңгейде өткенін аңғаруға болады. Бақытты балалық шақ мерекесі мұндағы балалар үшін есте қаларлықтай өтті. Мен осы қазақстандықтарға бақыт, ұзақ өмір, ашық аспан тілеймін. Елбасына да, ұстаздарға да. Бүгінгі мереке өте көңілді өтті. Маған өте ұнады, қызықты болды. Балалар күні құтты болсын, соғыс болмасын, біздің көргенімізді көрмесін, жастар ұзақ болып, отанымызды мына келешегі, бақытты болсын. Өрендердің отанға деген патриоттық сезімін оятып, музыкамен көмкерген шеру өзгеше болды. Ал қатысушылар ән ырғағымен ыңғайлас би билеп, ән айтып, бірдей қимылдау арқылы көпшілікке жақсы әсер қалдырды. Көңілге қуаныш ұялатып, балалардың жүзін шаттыққа күлкіге толтырған мерейлі мереке қала орталығында осылайша атап өтілді. Меруерт Тоқмалдаева, Әділбек Самаликов, Дәулетбай Нұрмахан, Жетшет Ньюс.